Саламатсыз ба? Менің есімім Тахмина. Турецкий ма? Жоқ, оны білмейді екенмін. Здравствуйте, меня зовут Асет. Я считаю, это не совсем корректная презентация казахского народа в массы. Мы полностью отличаемся от того, что показано в фильмах, начиная от жилищных соев, заканчивая менталитетом. Поэтому людям, которые делают мнение, основываясь на этом фильме, я думаю, стоит посмотреть на ситуацию по-другому. Меня зовут Серик. Но это зависит от человека, от его менталитета, понимаете? Кто-то принимает как юмор, кто-то принимает, если он истинный вот там, такой вот казахстанец, фанат, он уже как-то отрицательно. Неге казахтарды қорлайды. Я из-за этого фильм этот не смотрел, потому что көбісі жамандайды да. Здравствуйте, меня зовут Саша. Вы смотрели фильм «Борат»? Нет, не слышал про такой фильм, к сожалению. Первый раз слышу, нет. Менің есімім Қазына, жасым 18-де. Негізі естуім бар, көрген жоқпын. Менше жаман, өйткені қазақтың өзіндік салт дәстүрлерін сиыр деп несін үйге кіргізіп, сол несін істеді ғой, типа, мәселесін қозғады ғой. Оның барлығын біздің Қазақстанда, типа, басқа мемлекетке жаман көзқарас көрсетіп қойды да. Дана Найля Муратовна. Ну, мне неприятен сам по себе фильм и этот персонаж. Я считаю, что он... Ну, можно, конечно, отнестись к нему так, посмеяться, чисто так это, как комедийно, да? Если бы он не задевал нашу, как говорится, коренные основы моей нации лично, я казашка, я живу, я патриотка своей страны, то, конечно бы, я бы не обращала внимания. Но поэтому им даже курумбими тусучили. Плевок, насмешка какая-то. Это просто невежество, это просто тупизм. И это, я бы сказала, провокация. Менің есімім Мухаммед Али болады. Жоқ, естіген жоқпын вообще. Адия. Нет. Қазақстанды типа бізде өзіміз былай дұрыстап қарамағанмен Америкада көп қарайды да ол киноны. Өйткені ол американский актер немесе басқа да бір режиссер ретінде түсірді ғой. И ол Америка дағдысында мысалға Америка елінде Қазақстан туралы жаман түсінік қалдырып кетті да. Сол себепті де қате түсірілді деп ойлаймын. Менің есімім Камалдин Шамшудин болады. Мен осы Алматы қаласындамын. Осында жұмыс жасаймын. Жоқ, Борат фильмін көрген жоқпын, бірақ TikTok желісінен, Instagram желісінен көрдім. Ол жайлы былай айтатын болсақ, негізі ол бір күлкілі нәрсе болғанымен, осы Қазақстанда жүрген жігіттердің намысына тиетін нәрсе, ол былай қарағанда біздің қазақтығымызды таптап, жерге түсіріп, бізді өзге елдерге жаман етіп көрсетуде. Менің ойым солай. Ерцас Мержан болады, өзім Шымкент тумасымын. Естуім бар ғой. Бай көрмедім, негізі бай ескенім бар. Негізі қарсымыз ғой, негізі ондай. Қазақстан алдын жамандағаннан кейін, одан кейін ешкім бәрі қарсы болды бар. Мен Асқаров Бексұлтан, Сарыағаш қаласынан келгенмін. Борат фильмі естуім бар, оны интернеттен былай қарағым.